11 сынып. Имтихан жақындап қалды. Ол кезде әлі ұбыты жоқ. Мұғалімдер тапсыратын пәндерін таңдандыр деп жатыр уже. Математика, орыс тілі міндетті пәндер. Онан кейін қазақ тарихы енді екі пән таңдау керек бізге. Мен биология мен қазақ әдебиеті таңдадым. Ойым дайындық жеңіл болар деп. Ол кезде қазақ әдебиетте арнайы мұғалім жоқ. Біз орыс тілінде оқыдық қазақ әдебиетін. Сондықтан біз сабақты орыс тілінде оқыдық. Қазақ әдебиетін сабақты мектеп директоры орыс тілі мен орыс әдебиеті маманы Галина Николаевна берді. Енді имтиханға дайында бастадым. Алдымен бар күшімді математикаға салдым. Математика мұғалім отбасы, баласы жоқ. Бос уақыты көп, сондықтан ол кісі бізден аяған жоқ. Бар уақыты мен бәрін күшін бізге жұмсады. Мен сол үшін математика жек көрдім. Тарих сабағында көп дайындала жоқ. Әкем жоғары оқу орнында Қазақстан тарихының оқытушысы. Ең жаңа кітаптар бізде үйде табылады. Биологиядан тоже қорқан жоқпын мен. Себебі мұғалім Светлана Афанасьевна жануарлар мен адамдар анатомиясы миымызға құйып салды. Ал қазақ әдебиетін мен тіпті дайындалған жоқпын. Менен сен не істеп жүрсің? Неге дайындалмайсың деп бәрі сұрап жатыр. Кезінде көресіңдер деп айттым. Ал шынында жазушылар мен ақындар туған, қайтыс болған жылдары жаттадым. Білетін сияқтымын, ұмытпасым болды. Енді алдындағы емтихандарды мен жақсы тапсырдым. Енді қазақ әдебиеті ғана қалды. Бұл сабақты мектеп бойынша екі-ақ оқушы мен және тағы бір қыз таңдадық. Міне Галина Николаевна бастаған комиссия емтихан бөлмесіне келді. Біз тұрмыз. Гуля қалғалай, мен де қазір емтиханға кіремін деп Жанат Мұқановның қазақ тілі мұғалімінің дауысы естідім. Мен қатты қорқып кеттім. Ол кісі барса емтиханға, мен жоспарым бітшіт болады. Енді не істеймін? Мен Жанат Мұқановнан құшақтап құлағына айттым. Ештеңеге таңданбаңыз, өтінемін. Құдай үшін күлмеңіз только. Ол маған қарап, жарайды деп айтты. Ал енді біз кірдік. Мен нықпасым столдан билет алдым. Бірінші сұрақ Шоқан Уәлихановтың өмір баяны. Екінші сұрақ Мұқағали Мақатаевтың өлеңі. Отыр дайындал, Галина Николаевна бірінші партаға отырғызды. Ол жерде көшіре алмайсың. Не істеу керек енді? Енді жылдам стратегиямды өзгертіп отырмын. Онда 10 теңгелік ақшаны есіме түсірдім. 10 теңге. Онда Шоқан Уәлихановтың суреті и өмір сүрген жылдары бар. 1835-1865 жылдары. Содан кейін Шоқан Уәлиханов фильм есіме түсірдім. Ол киноны көргені қандай жақсы болды деп отырмын. Бірден жауап бергем келді, бірақ ыңғайсыз. Ол мемлекеттік емтихан. Бірдіне жазып, дайындалып отырмын, якобы. Уақытым келгенде жауап беріп бастады. Бардым, тұрып айттым. Шоқан Уәлиханов дүниеге келді, арғара киноны айттым, бәр. Негізі жазушылар туралы айту қиын емес. Бәрі де өмір біріне құсас. Бәрі де дүниеге келді, оқыды, еңбек етті, қиындық көрді, үйленді,
қиналды, сосын өлді, қайсы болды. Енді рас қой, бәрі солай. Екінші сұрақ Мұқағали Мақатаевтың өлеңі. Сосын мен айттым, мен орысша тападым, мен қазақша айтайын. Галина Николаевна айтты, жарайды айт. Ал Анна Васильевна мен Елена Семеновна, комиссияның мүшелері, олар орыс тілі мұғалімдер. О, қандай тамаша, жарайсың деп жымиып отырып екеуі. Риза болып қазақша жарайды. Енді мен Жанат Мұқановнаға өтінішімді ұмытып кетпесін деп, ол кісіден көз алмай, аянышты дауыспен айта бастадым. Жанат Мұқановның көзі бақырайып кетті. Жас өмірін, мәз өмірін қысқартып, бара жатыр құс қайтып. Зымырайды менің бала кезімдей, бір жалт етіп сезімдей. Бір жалт өте шыққан сезімдей. Сол сарынмен екінші шумақты айттым. Үшінші шумаққа көшкенде Жанат Мұқановна тез шығып кетті. Неге шығып кеткені артынан түсіндірді. Күліп жіберген қорқыттым. Әзер шыдадым деп өзі де түсіндірді. Құстар сызылтып ән салады. Сол әнімен тербетеді даланы. Ал адамдар күліп бастап өмірін кетеренді жылдамай қалады. Сол Мұқағали Мақатаевтың өлеңі емес қой, ол жай өлең. Мен сол өлеңді жақсы білетін қазақша. Енді солай айттым. Комиссия мүшелері менен ол не туралы деп сұрады бұл өлең. Енді қазақ халқының ауыр тағдыры туралы деп айттым. Олар түсінбейді ғой. Емтихан комиссия маған қандай баға қойды? 5, конечно, 5 алып шықтым. Емтиханды дайындықсыз оңай тапсырдым. Бірақ бұл емтихан маған үлкен сабақ болды. Ана тілін ардайым саған көмек беруге дайын болады екен. Ең бастысы оны білу керек.